Саламатсыздар ма 7 сынып оқушылары? Бүгін біз қысқаша көбейту формулалары бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың жалпы нұсқасын қарастыратын боламыз. Оқушылар, бірінші тапсырма қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып, астында көбейткіштерге жіктеңіз, яғни мына берілген өрнекті көбейткішке жіктеуіміз қажет. Ал бысында кез келген n натурал санға тиісті үшін мынау берілген өрнегі 12-ге еселік екенін дәлелдеңіз. Оқушылар, бізге мынадай өрнек берілген. Осы өрнекті көбейткішке жіктеу үшін қысқаша көбейту формуласын пайдаланамыз, яғни а квадрат минус б квадрат формуласын пайдаланамыз. Ол былай жіктеледі: а минус б, а плюс б болып жіктеледі. Енді біз мұндағы а-ның орнына 5n минус 6-ны қоямыз, ал б-ның орнына n-ді қоямыз. Сонда а минус б-ны былай жазамыз: 5n минус 6 минус n деп жазамыз, бірінші жақшаға. Ал а плюс б-ны 5n минус 6 плюс n деп жазамыз. Енді ұқсас мүшелерді біріктіретін боламыз. 5n мен минус n алдында 1 бар деген сөз, сонда 4n болады. Минус 6, ал мына жақшада 5n, n таңбалары бірде қосылады, сонда 6n болады. Минус 6 деп аламыз. Мінеки оқушылар, осылай көбейткішке жіктейміз. Енді осы берілген өрнегін 12-ге еселік болатынын дәлелдеуіміз керек. Бізде 5n минус 6-ның квадраты минус n-ның квадраты мына түрге келді. Енді оқушылар, мұнда 4n-ның және 6-ның ішінде 2 бар деген сөз, 2-ні жақшаның алдына шығарамыз, сонда жақшаның ішінде 2n минус 3 қалады. Ал мұнда екеуінің ішінде де 6 бар, 6-ны шығарамыз, сонда жақшаның ішінде n минус 1 қалады. 2 мен 6-ны көбейтеміз, 12 болады. Жақшаның ішінде 2n минус 3, келесі жақшада n минус 1 қалады. Мінеки оқушылар, осылай түрлендіріп алдық. Енді 12-ге еселік болатынын дәлелдейміз. Ол үшін берілген өрнекті толықтай 12-ге бөлеміз. Он екіге еселік болатын дәлелдеу үшін 12-ге бөлеміз дедік. Мына 12 мен 12 бөлінеді екен, қысқарады екен, сонда 2n минус 3, келесі жақшада n минус 1 қалады. Мінеки оқушылар, 12-ге еселік екені дәлелденді. Жауабы дәлелденді деп қойсаңдар болады. Келесі оқушылар, екінші тапсырмада, яғни астында x куб қосылған 6x квадрат қосылған 12x қосылған 8 өрнегін ықшамдаңыз. Ал бысында осы өрнекті нөлге теңдеп алып, теңдеуін шешіңіз. Оқушылар, біз берілген өрнекті мына түрге келтіруіміз керек, яғни екі өрнектің қосындысының кубы түріне келтіруіміз керек. Берілген өрнекті түрлендіріп мына түрге келтіріп алайық. Сонда оқушылар, а-ның орнына x-ті қоямыз, сонда x куб қосылғанына 3-ті жазып аламыз. А-ның орнына x-ті қоямыз, x квадрат деп аламыз. Мұнда бізде 6 шығу үшін 2-ге көбейтеміз. Қосылған 3-ті жазамыз, а-ның орнына x түседі. 12 шығу үшін 3-ті 4-ке көбейтеміз, яғни мұнда мінеке b квадрат деп тұр, 2-ның квадраты деп аламыз. Қосылған 2-ның кубы. Сонда оқушылар, а-ның орнына x, b-ның орнына 2-ні алады екенбіз. x қосылған 2-ның кубы деп аламыз. Енді келесі бысында осы өрнекті нөлге теңдеп алып, теңдеу шешеміз. Оқушылар, мына өрнектен толық мына өрнек шықты, яғни ықшамдалып x қосылған 2-ның кубы шықты. Тең болады 0-ге. Мұнда 0-де де куб бар деп алсақ болады, сонда кубтан алып тастаймыз да, x қосылған 2 тең болады 0 деп аламыз. Сонда x тең болады минус 2-ге. Енді оқушылар, үшінші тапсырмада тиімді тәсілмен есептеңіз.
37 көбейтілген 12,2 деп аламыз да. Оқушылар, мұндағы а квадрат минус б квадрат деген формулаға келіп тұр, яғни а минус б, а плюс б деп көбейткіші жүктейміз. Сонда 22,4 минус 14,6 болады бір жақшада, ал келесі жақшада а плюс б, яғни 22,4 қосылған 14,6 болады. Енді 37 көбейтілген 12,2 мынау жақшаның ішін орындаймыз. Бұдан 7,8 шығады. Мынау екеуін қосқан кезде 37 шығады екен. Екеуі де 37 деген санға көбейтіліп тұр. 37-ні жақшаның алдына шығарсақ болады. Сонда жақшаның ішінде 12,2 қосылған 7,8 болады. 37-ні өзін жазып аламыздан екеуін қосатын болсақ 20 болады. Көбейтеміз 37-ге, сонда 740 болады екен. Оқушылар, келесі, яғни соңғы тапсырмасы, егер шаршының қабырғасын 7 см-ге арттырса, онда шаршы ауданы 301 см квадратқа артады. Шаршының периметрін есептеңіз. Оқушылар, өздерің білесіңдер, шаршының ауданын табу үшін қабырғасын квадраттаймыз. Қабырғасы белгісіз, оны x деп аламыз. Сонда x деп алатын болсақ, шаршының ауданы x квадратқа тең болады. Енді біз қабырғасын 7-ге арттыратын болсақ, мінеки x қосылған 7-ның квадраты деп аламыз. Ал оның ауданы 301-ге артады екен. Енді осыны пайдаланып біз периметрін табуымыз керек. Периметр табу үшін шаршының қабырғаларының мәні бірдей болғандықтан 4-ке көбейтеміз шаршының қабырғасын. Мұнда бізде а белгісіз. Мұнда мінеки аны біз x-ке теңеп алдық. X-ті табатын болсақ, аның мәні шыға келеді. Енді мына өрнекті ашатын болсақ, екі өрнектің қосындысының квадраты деген қысқаша көбейту формуласы арқылы ашамыз. Сонда а квадрат қосылған 2аб қосылған б квадрат болып ашылады. Енді ашатын болсақ, сонда x квадрат қосылған 14x қосу 49 тең болады x квадрат қосылған 301-ге болады. Мына x квадрат пен x квадратты қысқартамыз. Сонда 14x тең болады 301 азайтылған 49-ға. Сонда x-ті табу үшін 301-дің 49 азайтамыз, 252 болады. Бөлеміз 14-ке. Сонда x тең болады 18-ге, яғни оқушылар, аның мәні 18-ге тең болды. Енді периметрін табатын болсақ, төртті көбейтеміз 18 сантиметрге, сонда тең болады 72 сантиметр. Оқушылар, түсінікті болды деп ойлаймын. Сонда периметрі 72 сантиметрге тең болады екен. Оқушылар, сонымен БЖБ-ның жалпы нұсқасын толығымен талдап аяқтадық. Егер қажет болса, А, Б, С деңгейінің бірінші және екінші нұсқалары каналымда бар, және одан да бөлек геометрия және физика пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары да бар. Қажетті сабақтарды, қажетті нұсқаларды каналға кіріп қарасаңдар болады. Сау болыңдар.